Ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгін бізде Раван 4 автокөлігі. Оны мына жағынан ішкі жағынан бір дыбыс шығып жатыр. Соны қазір ашып көреміз, не екенін естісіңіздер. Шықылдаған дыбысын таппай жатырмыз. Помпадан или натяжной подшипник деген күдікпенен қазір ашып көреміз. Мінекей жігіттер, помпасын шешіп алдық. Мінекей помпамыз. Бұда азырақ лифт бар, сол себепті тақылдап жатыр бұл. Енді бұған жаңасын салатын боламыз. Мінекей жаңа помпамыз. Осын салып көреміз енді. Мінекей достар, помпамызды қойдық. Енді натяжной подшипнигімізді қойып, ремень тартып толтыратын боламыз. Помпаның басындағы шкифті саламыз қазір. Мінекей помпаны шкифін те салдық. Енді ремень саламыз енді. Ремень салу бірінші помпадан өтеді. Одан өтіп, мына жерде натяжной ролик бар. Оған барады. Одан кейін коленвал. Мінекей жігіттер, помпасын қойып, ременін салдық. Ремен орнында. Ременнің жайғасуы былай болады. Сіздерге көріне ма, көрінбей ма? Мінекей генератордан келіп, астына мынау коленвалдың шкифін айналады. Сосын натяжительден тартылып генераторға кетеді. Мына ролик бар жоғарыда. Мінекей осылай. Кондиционер. Помпасын ауыстырып жібердік. Жаңа помпа салынды. Енді оталдырып көреміз. Қаны оталдырып жең. Мінекей, мұндақ көрсеңіздер, кәндегі дыбыс жоқ болды. Мінекей өстіп, помпаны ауыстырып алсақ болады. Осындай дыбыс шыққан кезде. Болды, өшіресіңіз.